Тырнақтағы дақтар нені білдіреді? Кейбір адамдардың тырнағында кішкене ақ дақтар кездесіп жатады. Әдетте оны әжелер жақсылық болады, жаңа киім киесің деп жорып жатады. Ал медицинада бұл жөнінде басқаша пікір айтады. Тырнақтың түсі, сынғыштығы, өсу жылдамдығы адамның ағзасында қандай өзгерістер болып жатқанынан хабар береді екен. Тырнаққа қарап диагноз қою ежелден белгілі нәрсе. Дегенмен бұл әдісті көп мамандар қолдана бермейді. Сау адамның тырнағы ашық қызғылт немесе түссіз, беті біртегіс әрі жылтыр болып келеді. Ол сапасыз маникюрда химиялық қосынды араластырылған ыстық суға көп батырғанда өзгеруі мүмкін. Ал басқалай жағдайда тырнақтағы ақ дақ витамин жетіспеушілігі мен әлсіздікті білдіреді. Егер ағзада цинк, кальций мен темір, ақуыз, А және Е витаминдері жетіспеушілігі байқалса, тырнақ сынғыш, жұмсақ болып келеді. Тырнаққа түскен дақтар сызық түрінде болса, бауыр қызметі бұзылған деген сөз. Қатар орналасқан екі сызық бүйректегі ақаудың хабаршысы. Кейде тырнақтың өспей бір қалыпта тұрып қалатын кездері болады. Бұл ауыр науқастан кейін кездесетін жағдай. Ол эпилепсиямен ауырғандарда жиі кездеседі. Сондай-ақ ашуланшақ, жүйкесі сыр берген адамдарда да осы құбылыс кездеседі. Ал егер тырнақта қан ұйып қалған сияқты қара қоңыр дақ пайда болса, онда кардиолог дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Мамандардың пайымдауынша өздігінен пайда болып, біртіндеп үлкейген дақ қатерлі ісік ауруларынан хабар береді екен. Көптеген майда, май тұрып қалған сияқты сарғыш қызыл дақ псориаздің белгісі болуы ықтимал. Ал майда ақ дақтар көбейсе және үлкейсе, тері ауруларына шалдыққан болуыңыз ғажап емес. Бас бармаққа түскен ақ дақ ми мен өкпенің күйін көрсетеді. Темекіні жиі шегетіндерде дақ онша анық білінбеуі мүмкін. Бас бармақтағы кейіннен пайда болып, ұзақ уақытқа дейін кетпей қалған дақ, ақ дақ шизофренияның алғашқы белгісі немесе жүйкенің сыр бергенін білдіреді. Сұқ саусақтың тырнағына түскен ақ дақ тоқ ішектің, бауырдың және ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуін білдіретін белгі, сондай-ақ көз, құлақ, мұрындағы созылмалы ауруларды көрсетеді. Ортаңғы саусақта жүрек қан тамырлары жүйесіне тікелей қатысты нүктелер бар, яғни вегетативті тамырлы дистонияның көріністері, қан қысымының жоғарылауы және жүрек жұмысының бұзылуы болса, саусақта ақ дақ пайда болуы мүмкін. Шылдыршүмек, яғни төртінші саусақтағы дақ, лимфа жүйесінің проблемалары, эндокриндік жүйенің бұзылуы және метаболизмнің бұзылуы туралы айтады. Кішкентай саусақтағы дақ ең бірінші кезекте аш ішектің күйін білдіреді. Сондай-ақ саусақтағы дақтың түсіне назар аударған жөн. Сарғыштау болса, бауырдың айқын проблемалары бар деген сөз. Көкшіл жүрек әлсіздігін көрсетеді. Ақ дақтар денеде мырыш жетіспейтіндігін білдіреді. Ал сары түс мидың дұрыс жұмыс істемеуінің белгісі. Ендеше тырнағыңызға қарап көріңіз, дақ жоқ па? Ақпарат ауырмаңыз парақшасынан алынды. Кәдеңізге жараған болса каналға тіркелуді және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.